Той двойной настрой. Ассаламу алейкум, Қазақстан! Қазақстан Еркебұланды ұтқаныма довольный. Неге дегенде 80% Қазақстан мені қолдады, қазақ-қырғыз бір туған. Unutmағыла, қазақ-қырғыз бір туған. Казахстан, мен сілерді жақсы көрім. Никогда не бывает плохой нация, бывает плохой люди дейді. Ошол себептен қарапайым қазақ елін мен сыйлайым, мені өте жақсы қолдап отчат. И бұл жақта Мұхит аға, білесіңер, мастер спорт, бокс. И бокстан олимпиадаларда қатышам деп жүрген адам. Мен таза борецмін. Күрөшкөн адам келіп, уже боксерлорды ұтып, қиынап отады. Ошол себептен боксерлордың бардығы бұзып таштап отады. И Мұхит аға 39 жаштамын дейді. Кийинген стилі дамбала болып қалды. Аға, сіз шапандарды кийіп, 40 жаштағы оқшап жүрішіңіз керек. Дамбалаға оқшап кийініп алыпсыз. Мұхит ағаны уважать етедім. Бирок қарапайым қазақ елі қапа болбойсуңар, Мұхит ағандан ұтып қойшым мүмкін. Мен колхозны ура берем, тиіп қалышым мүмкін боксерлорго. Ошол себептен минута, полный газ. Минута хоч. Минута! Вы хотите шоу? Вот здесь будет шоу. Бауырлар, достар, минута деген әңгіме, ол кішкентай балалардың әңгімесі. Реально мемен шыққын келсе 5 минут. 5 минут. 5 минут. Минута! Бауырлар, Минута! достар, мен сендерге бір нәрсе айтайын. Мен Марселге айтқам. Еркебұланмен 2 минут, 3 раунд. Это детский бокс. Мен айттым оған. 3 минут, 5 минут, 5 раунд. 3 минут, 5 раунд. Мен Мұхит айттым. Мұхит ағай сен шалсың дейді. Мен айттым оған. Егерде мен шал болсам, сенде сол мүмкіндік болады. Егерде сенің мінезің шыдаса, 3 раунд, 5 раунд, 3 минуттан мені тексер дедім. Шыдайсың ба? 3 минут, 5 раунд. Ал жағын, бұл жақта Мұхамеджан Чечет, біз гонорарды кішіне сөйлесе албай атабыз. Мен бокстан, мен боксер емесмін. Бирок бокстан чыгып отам. Нормально, қазақ елі, қазақ-қырғыз бір туған. Еркебұланды ұттым, и Мұхит ағандан ұтам. Ничего, спортта улут болбойт, чисто достук. Марсель, бауырым. Чисто достук. Марсель, бауырым, жаным әшін, інім. Мен саған бір нәрсе айтайын. Мен сені сыйлайым, құрметтеймін. Қырғыздар маған бөле болады. Қырғыз елі, Құдай қаласа, Алла қаласа, маған да үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ мен саған айтайын, сен жаңа гонорар жайлы айтып жатсың. Маған гонорар қызық емес. Мен тоқтаңдар. Бұл маған айтты. 2 раунд Мұхит ағай. 2 минуттан 3 раунд боксасайық деді. Құдай қаласа жекпе-жекке шықсақ. Мен бұған айттым. 5 раунд 3 минуттан дедім. Бұл айтады, маған гонорарды көбейтсін дейді. Маған гонорар қызық емес. Маған халқымның ризашылығы керек. Мен әуелі Алла, иншалла, Құдай қаласа, 39 жасында бұлдай жігіттерге нағыз бокс не екенін көрсетемін. Құдай қаласа күтесіңдер. Мұхит аға, қонақодағы кішіне сөз бергіле. Мынакей, мен бокстан түшіп отам, и боксерлор, мастер спорт, бокс и международный мастер спорт. 20 раунд
раундқа мына жерде чайқаймын. ММАда шығып көрсінші мен 20 раунд мына жерде сүдірөйм. Мұхит ағаны мынай полды арчиып, Мұхит ағаны клетканың сыртында сыйлайм, içinde сыйлабайм мен сізді. Сыртқарға шыққанда сіз менің ағам болушыңыз клетканың içinde соперниксіз. Достар, Болды. егер де ол ММА-да жүре берсе, мен оған ешқандай шатағым болмайтын еді. Ол менің үйіме келді, менің шаңырағыма, бокс ережесіне келді. Боксқа келген соң, мен оған вызов тастадым. Анау, мынау деп қысыма әңгімені айтпа. Шығасың ба? Шық! 3 минут, 5 раунд! Ондай болса, халықтан бір сұрақ жерек. Келесі турнирде осы жекпе-жек сіздерге қызық па? Ондай болса, ортаға келік. Бір сырдауын өткізейік. На следующем турнире возможное противостояние Мухит Амантаев и Марсель Нурланбекұлы. Рахмет. Мұхит аға, сіздағын ұтылып қалып актермін деп жүрмең. Алдын ала айтып қойың, актер болсаңыз актермін деп. Анан тренермен мен 40 жашқа шықтым деп шылтай қылбаң. Мен 40 жаста болсам да, мен сондай бір стильный жігітпін. Айтсаршы! Сен сияқты ауылдан шыққан жігіттерге қалай киіну керегін үйретіп жүрмін. Боксты да үйретем. Эй! Ну что, уважаемые джентльмены, я думаю, всем выражаем огромную благодарность и спасибо. Давайте будем освобождать ринг.